Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 2024 жылғы ОБТ-дағы өзгерістер туралы айтатын боламын. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. 2024 жылы ОБТ-дағы пәндердің саны өзгермейді. Әдеттегідей үшеуі міндетті және екеуі таңдау бойынша. Алайда міндетті оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылық пәндерінен тапсырмалар саны 5 сұраққа қысқарады. Ал таңдау пәндердің сұрақтары керісінше артады. Келесі жылы олар 40 тапсырмадан тұрады. Таңдау пәндер бойынша сәйкестікті анықтауға арналған 5 тапсырма қосылады. Осылайша ОБТ-ның жалпы тапсырмалар саны 120 сұрақ өзгеріссіз қалады. Қазақстан тарихынан 20 тапсырма, оқу сауаттылығынан 10 тапсырма, математикалық сауаттылықтан 10 тапсырма, екі таңдау пәнінен әрқайсысы 40 тапсырмадан жоғары балл да өзгермейді, 140 балл. ОБТ пәндері бойынша шекті балл 2024 жылы екі міндетті пән бойынша шекті балл төмендейді. Математикалық сауаттылық 10 тапсырма, шекті балл 3. Оқу сауаттылығы 10 тапсырма, шекті балл 3. Қазақстан тарихы 20 тапсырма, шекті балл 5. Бірінші таңдау пән 40 тапсырма, шекті балл 5. Екінші таңдау пән 40 тапсырма, шекті балл 5. Айта кетер, бұған дейін ОБТ-ның барлық пәні бойынша шекті балл 5 болған еді. 2024 жылғы ОБТ-ның тағы бір жаңашылдығы тестілеу уақыты қысқарады. Енді ОБТ тапсыру үшін түлектерге 3 сағат 30 минут беріледі. Бұрын тестілеу уақыты 4 сағатты құрайтын. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін қосымша 40 минут уақыт сақталады. 2023 жылы түлектерді сұрыптау мақсатында математика, информатика бағытын қосқан болатын. Себебі ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік пен информатика пәні мұғалімдерін даярлау мамандарын бөліп шығару қажет болды. Еліміздің мақсаты осы бағыттар бойынша жақсы мамандар даярлау. Яғни қазір IT саласын дамытуды мемлекет қолдап отыр. Әрі IT мамандар сұранысқа ие. 2024 жылдан бастап ОБТ-да шығармашылық бағытты таңдаған талапкерлерге тағы бір міндетті пән қосылды. Енді олар Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығы пәндерімен қатар математикалық сауаттылықтан да тест тапсырады. ОБТ-ға дайындалуға арналған онлайн тест сынағы ұлттық тестілеу орталығы 2024 жылғы ОБТ-ға дайындалу үшін онлайн байқау сынағы іске қосылғанын хабарлады. Байқау сынағынан орталық сайтына өтуге болады. Ол үшін testcenter.kz сайтына тіркеліп, жеке кабинетке кіру, байқау сынағы білімін таңдау, тестілеу мүмкіндігін сатып алу батырмасын басып, төлем жасау. ОБТ-ның байқау сынағы 602 теңге тұрады. Міне достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Айтылған ақпараттар пайдалы болса, осы видеоны биылғы түлектерге жіберіп, видеоға лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер.